Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пельменді қалай түюдің әдісін үйрететін боламын. Және де магазинге осылай өткізесіздер. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей алдымен тұзымызбен жылы суымызды араластырып, жақсылап дайындап аламыз. Және бір жұмыртқамызды, үлкен жұмыртқа болса бір жұмыртқа қосасыздар, кішкене жұмыртқа болса екі жұмыртқа қосып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Дәл мен видеомдағыдай жасаңыздар, сіздердің де пельмендеріңіз керемет болып шығатын болады. Мінекей қаттылау қамыр илеп алдық. Енді 5-10 минутқа қойып қоямыз, июі қанғанша. Енді фаршымызды дайындайтын боламыз. 500 грамм фаршымызға 2 дана пиязымызды қосып, бұрышымызды дәміне қарай қоса бересіздер. Сосын жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей жақсылап аралас болды. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Мінекей ұн сеуіп, қамырымызды тегіс етіп жаятын боламыз. Алдымен қамырымызды осылай шет-шетін басып алатын боламыз. Сонда дөңгелек болып жайылатын болады. Оқтаудың көмегімен шетінен басып жая беретін боламыз. Мінекей достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеомды өткізіп алмау үшін сіздерге келіп тұратын болады. Мінекей осылай кереметтей қамыр жайып, еттің қамырынан сәл қалыңдау болуы қажет. Өйткені бұның ішіне фарш салып түйетіндіктен сәл еттің қамырынан қалыңдау болады. Сіздерде дәл осылай магазиндерге жасап өткізсеңіздер болады. Үйде отқан келіншектер жасасаңыздар болады. Декретте отқан келіншектер жасап магазиндерге өткізсеңіздер, пельменнің килограммы қымбат. 1,5 теңге 1 килограмм біз жақта. Сіздер жақта қайдам? Әрі үйде отырып, керекті нәрселеріңізге табыс таба беретін боласыздар. Мінекей енді спичканың көмегімен, яғни кеуірдің көмегімен осылай бір келкі етіп кесіп алатын боламыз. Осылай өлшеп кессеңіздер, барлығы бір келкі болып шығады. Мінекей барлығын осылай жайып аламыз. Достар, каналымның дамуына үлес қосып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және де сіздерге айтарым, біз тарелкаға, легенге саламыз пельменді, ал мен коробкаға саламын, өйткені коробкаға жабыспайды. Сіздерде дәл осылай коробкаға жасап, морозильникке 20-30 минутқа қойып қойсаңыздар, қататын болады. Сосын пленкаға салып, жайғастыра беретін боласыздар. Мінекей кереметтей қамырымыз 20 минут холодильникте тұрып шықты. Мінекей жабысқан жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай жабысқан жоқ. Осылай пленкамызға салып, осылай пленкамызға жайғастырып, салып, қайтадан морозильникке салып қоятын боламыз. Мінекей дәл осы мен рецептімен жасап көріңіздер, және де магазиндерге өткізіп көріңіздер. Дәмді, керемет пельменді сіздерден алатын болады. Осылай
жасап көрсеңіздер болады. 1 килограммдық пакетик менде. Сіздер бұдан да кішкентай пакетик бар, жарты килограммдық, яғни 500 граммдық. Сол пакетикке 2 бөліп салсаңыздар да болады. Мен үлкендеуіне салдым. Мінекей 1 килограммдық пакетик. Мінекей аузын жауып, осылай морозилкаға қалдырып қойсаңыздар болады.